Сіздермен бірге сұмдық фильм арнасы және бүгін мен Тишина деген фильмге қазақ тілінің негізінде обзор жасайтын боламын. Медди өте табысты жазушы, ол қоғамнан алыс, орманды жерде тұрады және ол бала кезінен сөйлеу және есту қабілеттерінен айырылған. Бір күні кешкі тамақ әзірлеу барысында оның жалғыз көршісі келіп оған соңғы кітабы жайлы алған әсерін айтып жатқан болатын. Кенеттен сигнализация ойнап, келсе Меддидің кешкі асы күйіп кетіпті. Көршісімен қоштасып, Медди жанып кеткен тамағын тазалап жатқанда көршісі қайта жүгіріп келіп терезеден құтқар деп жан дауысы айғайласа да, Медди оны ести қоймады. Оның артынан маньяк арбалетпен атып, артынша аяусыз бірнеше рет пышақпен соққылап өлтірді. Бірақ бұған Меддидің мән бермегеніне қарап, адам өлтіргіш оның керең екендігін түсінді. Маньяк үйге кіріп кетсе де, Медди түк болмағандай жұмысын жалғастыра берді. Бір кезде Меддидің туысқаны хабарласып қалып, қылмыскер жасырынып қалуға мәжбүр болды. Кетпестен бұрын ол үстелде тұрған телефонды да ала кетті. Медди жұмысын жалғастырып отырғанда өзінің терезе сыртынан түсірілген суреттері бар SMS келгендігін байқады. Орнынан тұрғанда маска киген еркектің оның телефонын ұстап қарап тұрғанын көрді. Медди әрең дегенде есіктерін маньяк кірместен бұрын құлыптап үлгерді. Ол ноутбугінен полицияға хабарласпақшы болғанда жарық сөніп қалды. Ғаламторсыз қалып, ол көршісінің Wi-Fi-на қосылмақшы болғанда да олардың паролін білмеді. Маньяк олмен қоймай көлігінің дөңгелегін кесіп, қашуға жол бермейтіндігін көрсетті. Мылқау Медди көліксіз, ғаламторсыз, телефонсыз, шарасыз халде қалды. Медди помадамен терезеге "Мен сенің түріңді көрген жоқпын, ешкімге айтпаймын" деп тірі қалдыруын өтініп жазды. Бірақ маньяк маскасын шешіп, ерніме қарап, "Мені түсіне аласың ба?" деді. Медди басын шайқап "Я" дегенде, маньяк оған "Мен сені өзің келіп өлтір демейінше өлтірмеймін" деп белгі берді. Іші пысқан маньяк солай қызды қорлағысы келді. Медди стресске түсіп не істеу керегін ойланып жатқанда терезені ұрып тұрған дауысты естіді. Барып қараса, маньяк өліп қалған көршісінің қолымен тоқылдатып тұр екен. Медди көршісінің қалтасында телефон бар екен есіне түсіріп, оны алдау үшін көлігінің сигнализациясын қосты. Маньяк алданып кеткенде, Медди көршісінің қалтасын тексеріп еді, телефоны байқалмады. Маньяк тез түсініп жүгіріп келгенде Медди әрең дегенде үйге жасырынып үлгерді. Кейіннен Медди тағы қашуға әрекет жасай бастап, төңіректе шолып жүрген маньяк біраз алыстағанда үйден жүгіріп шығып еді, арбалет оғы оны жұлып түсе жаздады. Медди қайтадан үйге кіріп кетті. Үшінші әрекетіне Медди жарық шашқышты лақтырып, оған маньяктың назары түскенде қашып бара жатып, аяғынан арбалет оғы дәл тиді. Маньяк жақындай бергенде Медди төбеде тұрып, оның арбалетін тартып алды. Ал маньяк жерге құлады, бірақ қыз арбалетті оқтауға күші жетпей ата алмады. Медди қайтадан үйге кіріп кетіп, жарақатын қараса, оқ өте тереңге кіріпті. Ол жарақатын тазалап таңып қойды. Бірақ сонда да қан кетіп жатты. Меддидің арбалетті оқтауға жасаған әрекеттері сәтсіз болып жатқанда, кенеттен біреу есікті қақты. Әрине, қыз бұл дауысты естімейді, есесіне маньяк естиді. Маньяк фонарикті жарқыратып полиция секілді жүгіріп келді. Жігіт қолын көтеріп өзін "Джонмын, көрші қыздың жігітімін" деп таныстырды. Маньяк "Маған шақырту түсті" деп алдап соғып, Джонның телефонын алып алды. Джон полицияның үсті басы тату болғандығына күдіктеніп қалды. Сондай-ақ оның қолынан өліп қалған көрші қыздың сырғасын түсіріп алғанда, бұл өтірік полиция қызметкері екендігіне көзі жетті. Жігіт оны да алдап, Медди қосымша кілтті гүлдердің арасына жасырып қойған деді. Маньяк тексеріп жатқанда Джон тасты алып енді ұрайын деп жатқан еді. Медди шыға келді. Джонның назары ауғанын пайдаланып, маньяк оның мойнына пышақ сұғып алды. Джон сонда да маньякқа шабуылдап еді, тағы да пышақтан жарақаттар алды. Джон бар күшін салып маньякты қылғындырып жатты. Ол қансырап өлерінің алдында Меддиге "Қаш" деп белгі берді. Медди қашып бара жатқанда маньяк қуып жетіп басынан таспен ұрып өлтірді. Бірақ бұл шынайы емес, Меддидің қиялы болып шықты. Ол "Егер қашсам, жаралы аяғыммен алысқа ұзай алмаспын, отыра берсем қансырап өлемін" деп не істеу керегін тереңнен ойлана бастады. Бұл уақытта маньякты қылқындырып жатқан Джон қайтыс болып, маньяк үйге кіре берсем ба деп ойланып тұрғанда, Меддидің мысығын көріп қалып, оны өлтіріп тастамақшы болып әрекет жасай бастағанда арбалеттің оғы ұшып келіп иығына қадалып қалды. Медди қайтадан үйге кіріп үлгерсе де, қолы қысылып қалды. Маньяк ботинкасымен ұрғылап оның саусақтарын сындырып тастады. Медди жоспарлаған бойынша терезеге қанымен "Мені өлтір, қорқақ" деп жазды. Маньяк гвоздодерін алып терезені ұрып сындыра бастады.
Медди ваннаға кіріп есікті мықтап бекітіп қолына пышақ ұстаған күйде күтіп отырды. Бірақ маньяк ваннаға басқа жақтан кіріп кетіп қыздың мылғау екендігін біліп, осы жолы біттің дей бергенде Медди оның демін сезіп қойып, бірінші соққы жасап бөлмеден қашып үлгерді. Бірақ қансырауына байланысты көзі алауыртып әлсірей бастады. Жаралы маньяк өлімсіреп жатқан Меддиді көріп шаруасын бітірейін деп жақындай бергенде қыз оған баллончикпен бетіне шашып жіберді. Уақытты тиімді пайдаланып ол сигнализацияны қосты. Бұл одан әрі маньякты есеңге еткенде Медди пышақты ала беріп еді, маньяк оны жерге құлатып қылқындыра бастады. Қарсыласуға дәрменсіз Медди қолына түскен штопорды маньяктың мойнына тығып алды. Бұдан кейін маньяк ақыры өлді. Медди оның қалтасындағы телефонды алып полиция шақырды. Көп күттірмей полиция да келіп жетті. Достар, видеоны каналға тіркеліп, қазақ тіліндегі YouTube арнасын дамуына қолдау көрсетіңіздер.